Тақырыбыңызды осылай үзбей әдемі қылып шығарғыңыз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Ол үшін Polaroid бағдарламасында дизайн размер слайдов деген жерге произвольный етіп жазасыздар. Ширинасына 120, высота деген жеріне 21 деп қоясыздар. Осыдан кейін дайын болған көлемге сіздер өздеріңіздің дизайндарыңызды жасап, қағазды печатқа жібересіздер. Ол үшін файл, печать, свойства принтера, размер документа деген жерде пользовательский таңдайсыздар. Осы жерде жаңағы көлемді қайта қоясыздар. Ширина бумаги сол күйде тұрады 210 болып, ал высота бумаги деген жерге 1200 деп қоясыздар. Окей батырмасын басып, қағазды шығаруға жібересіздер. Одан кейін 4А4 парағын бір-біріне жабыстырасыздар. Бұл жерде клеймен де, скотчпен де, двухсторонний скотчпен де жабыстырсаңыздар болады. Содан кейін осылай принтерге басып шығара бересіздер. Мектеп тақтасын безендіруге өте әдемі болып шығады. Мен сіздерге құжатты PDF форматында жіберемін. Оны осылай файл печать деп свойстваға кіресіздер. Осы жерде размер документы деген жерге пользовательский таңдайсыздар. Содан кейін бағанағы өлшемді ширинасын 210, ал длинасын 1200 деп белгілейсіздер де шығарасыздар.